Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілі бірінші және екінші сабақта талқылайтын боламыз. 5 сынып қазақ тілі. Бірінші видеоны көрмес алдын арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Бірінші тапсырма. Төртінші тапсырмадан бастай берейік. Мәтінді оқы. Не туралы айтылған? Ана тілінің адам өміріндегі рөлі қандай? Тіл не үшін қызмет етеді? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты тап. Ана тілі сол тілде сөйлейтін халықпен бірге өмір сүреді және сол халықтың өкілдері үшін қарым-қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Тіл ана тілі атану үшін ол күнделікті өмірде ұдайы қолданыста болуы тиіс. Тілдің ең негізгісі, яғни бірінші қызметі адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, бір нәрсе жайына пікір алысуы. Екінші қызметі адамдардың қоршаған орта жөніндегі өз ойларын тіл арқылы жеткізуі. Үшінші қызметі адам өзінің бір нәрсе туралы көзқарасын, күйініші мен сүйінішін, жақсы көру, жек көру сезімдерінде тіл арқылы білдіруі. Мәтінде тіл, оның қызметі туралы айтылған. Ана тілінің рөлі қарым-қатынас құралы. Мәтіндегі негізгі ақпараттар: ана тіл сол тілде сөйлейтін халықпен бірге өмір сүреді. Тілдің негізгі қызметі адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, өз ойларын тіл арқылы жеткізе алуы, түрлі сезімдерін тіл арқылы білдіруі. Мәтіндегі қосымша ақпарат: тіл ана тілі атану үшін күнделікті қолданыста болуы керек. Жазылым. 5 тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша ана тілінің қызметі деген тақырыпта кластер жаса. Кластер. Ана тілінің қызметі. Бірінші, сөйлесу, пікір алмасу құралы. Екінші, адамдардың өз ойларын жеткізу құралы. 3. Адамдардың өз көзқарасын, көңіл-күйлерін жеткізу құралдары. Және де бізге мына жерде ереже беріліпті. Ережені оқып түсіндіріп кетейін. Кірме сөздерді таңбалайтын дыбыстық және мәні жоқ әріптер оқылмайтын әріптер, Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, а, о, ы, жіңішке, ә, ие, болып бөлінеді. Жақтың қатысына қарай ашығырай және де жабық қысаңырай болып бөлінеді. Ерінің қатысына қарай еріндік о, езулік а, ә, е, болып бөлінеді. Ауызша сөйлеу тілінде сөз ішінде сөз тіркесі арасында екі дауысты дыбыс қатар айтылмайды. Біреу түсіп қалып айтылады, жазғанда сақталады. Мысалы, сарыарқа, бола алады, айтып отыр деген сияқты сөздер. Бұл жерде қараңыз, сарыарқа деп айтылады, бірақ сарыарқа болып жазылады. Дауыссыз дыбыстар салдыр мен үннің қатысына қарай қатаң, ұяң, үнді болып 3 топқа бөлінеді. Қатаң дауыстылар қ, к, т, с, ш, п. Ұяң дауыстылар б, ғ, г, д, ж, з. Үнді дауыссыздар м, н, ң, л, и, р, у. Енді бізде келесі тапсырма, бұл жазылым. 6 тапсырма. Сөз ішіндегі немесе сөз тіркесіндегі дауысты дыбыстардың айтылуы мен жазылуындағы айырмашылық бола ма? Қандай жағдайларда орын алатын кестеде мысалдар арқылы бер. Екі дауыстың дыбыстың біреуі түсіп қалады. Сөз алды, салалды, бармет. Қатар келген екі дауысты дыбыс сақталады. Буын келуі, жазуы, сызуы. 7 тапсырма. Оқылым мәтіндегі дауысты дыбыстарды терең алып, оларды мына кесте бойынша толтыр. Тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді. Жақтың қатысына қарай ашық, қысаңырай болып бөлінеді. Ерінің қатысына қарай еріндік, езулік болып бөлінеді. 8 тапсырма. Оқылым мәтінен дауыссыз дыбыстарды тауып, төмендегі кестеге салып толтыр. Қатаң дауыссыздылар т, с, х, қ, п, к, ш. Ұяң дауыссылар д, б, г, ж, з, қ. Үнді дауыссылар н, л, р, м, ң, и болып бөлінеді. 9 тапсырма. Төмендегі жұмбақ өлеңдерінің жауабы қай дауысты дыбыстар екенін айт. Өзінің осы тәрізді жұмбақ өлең шығарып көр. Құмайда бар, суда жоқ, тұманда бар, буда жоқ. О әріпі. Биікте бар, ойда жоқ, киікте бар, қойда жоқ. И. Бұл жерде үй шығады, Яғни бұл жерде ұяда бар, үйде жоқ, қияда бар, түзде жоқ. Я дыбысы
жазда бар, күзде жоқ, базда бар, мұзда жоқ. А дыбысы. Осыған ұқсас бізде шығардық. 10-шы тапсырма. Жаңылтпаштарда сөздер неге бірдей дыбыстарын басталған деп ойлайсың? Ойыңды дәлелдеп көр. Өзің де осы сияқты мәтін құра. Бұл жерде мәтін қыс түсті, құс ұшты. Қыс түсті, қысқа істі, қыста істе. Жамал жаңылды жаңылдырмақшы болды, жаңыл жамалды жалдырмақшы болды. Жаңылдырған дұрыс па, жамалдырғаны дұрыс па? Біз де осы сияқты жаңылтпашты жаздық. Күз түсті, күз күшті, бұлт күшті. Күз күшті, күшті жапырақ керең түсті. Асан алысанды алыстырмақшы болды, асан асанда шатастырмақшы болды. Адастырғаны дұрыс па, шатастырғаны дұрыс па? Бұл жерде осыған ұқсас мақал яғни жаңылтпаш. Кейінгі тапсырмаға өтсек, 11-ші тапсырма. Сөздері түсіп қалған әріптердің қандай дыбысы таңбалайтынын түсіндір. Орнына қойып жаз. Қолданылады болады 1. 2. Қарым қатынас. 3. Жеткізеді. 4. Күйінші. 5. Қызмет. 6. Көзқарас. 7. Ұдайы. 8. Жақсы көру. 12-ші тапсырма. Мәтіндегі айтылым мен жазылымға қатысты ойларды анықта. Кластерді пайдаланып тілді қолдану білу шарттары туралы әңгіме құр. Яғни тілді қолдана білу шарты. Бірінші шарты ол сөздің мағынасын білу керек. 2. Ойға сәйкес сөздерді таңдау. 3. Сөйлем ішіндегі сөздерді орын-орнына қою. Сөйлеуші өз ойын жеткізу үшін сөйлейтін болғандықтан әрбір сөздің мағынасын білу керек. Айтқалы тұрған ойына қатысты сөздерді таңдап алған жөн. Сөйлемнің дұрыс құрылуына да бас назар аудару қажет. Әйтпесе тыңдаушы түсінбеуі мүмкін. 13-ші тапсырма. Қос жазба күнделігіне алдыңғы мәтіннен жуан буынды сөздер мен жіңішке буынды сөздерді терең алып, қосымшалардың жазылу сипатына түсініктеме жаз. Сөздер білу, өзі, үшін, өзгелер, түсінетін керек сөздің. Біліп, білуі тиіс келетін. Сөздерді білуді ішінде. Бұл жерде теріп жаздық, балалар. Енді түсініктемесі. Қараңдар, білу, өзі, үшін, өзгелер жіңішке дауысты дыбыстыға жатады. Түсінетін керек сөздің. Сөздерге жалғанатын. Ал біліп, білуі тиіс келетін қосымшалар да жіңішке. Сөздерді білуді ішінде дауысты болады. Енді біздің осымен тапсырмамыз аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып кетіңдер. Сау болыңдар, балалар.